Бүгін Таразда Нұрсұлтан Назарбаев қоры мен Қазақстанның іскер әйелдер қауымдастығы ұйымдастырған мейірімділік керуені 4-ші республикалық байқауының жеңімпаздары мен қатысушыларына құрмет көрсетілді. Өйткені игі шараға біздің аймақтың өкілдері де белсенді қатысып жүр. Ешкім де назардан тыс қалған жоқ. Әрқайсысына алғыс хаттар табыс етіліп, марапат төрінен көрінді. Республикалық мейірімділік керуені байқауы игі істер жасайтын адамдарды анықтауға, мейірімділік және адамгершілік құндылықтарды нығайтуға бағытталған. Жылда осы конкурс өткелі бері үнемі жақсы көрсеткіштер көрсетіп келеді. Қатары жыл сайын қатысушылардың қатары өсуде. Ең басты мен бұл жерде ойлаймын, үлкен үлесті осы ұйымдастырушы комитеті, оның ішінде іскер әйелдер қауымдастығы, өзіңіз бастаған Меруерт Аттабаева үлкен жұмыс атқарып келе жатсыздар. Сіздерге үлкен алғысымызды айтамыз. Байқау 7 номинация бойынша өткізілді. Солардың ішінде қайырымдылық тарихы номинациясы бойынша бірінші орынды біздің жерлесіміз журналист, блогер Мөлдір Анарбаева иеленді. Жарылыстан зардап шеккен Байзақ ауданының 2 ауылы үшін ол бір күнде 6 миллион теңге жинап берген. Сондай-ақ ата-анасының қамқорлығынсыз қалған қос бүлдіршіннің баспаналы болуына атсалысқан. Жамбыл облысы әкімдігінің алғыс хаттарымен Сондай-ақ байқаудың жеңімпазы болған Анар Бексұлтанова да марапатталды. Тынымсыз еңбегінің арқасында бизнес жол картасы 2022 бағдарламасы бойынша грант иегері атанған кәсіпкер көпбалалы аналарды жұмыспен қамтып отыр. Сонымен қатар өткен жылы ұмытылмас болған оюлар ұлттық ою-өрнектер фестивалін ұйымдастырылған. Мен бүгінгі болып жатқан қайырымдылық керуенде асар номинациясы бойынша бірінші орын алдым. Енді біздің аздап болса жасап жатқан еңбегімізді бағалап, осындай марапатқа беріп жатқан біріншіден Аллаға шүкір деймін, және де мына ұйымдастырушы кісілерге көп алғысымды білдіргім келеді. Әрине мына біз ана ретінде, қазіргі кәсіпкер ретінде, және де мынау қандай да бір тәжірибемен бөлісу, мына әйелдерді сол іске кішкене болса баулып, қай кезде де сол бір өзімнің мотивациямен жасап жатқан істерімді міне осындай үлкен дәрежеде көріп, осы марапатқа лайық санапты, өте қуанып жатырмын. Айта кетейік, байқауға қатысуға Жамбыл облысынан барлығы 38 өтінім берілді. Олардың 3-еуі жеңімпаз атанса, қалған қатысушылар жүлделі орын иеленді. Мағжан Орынбасар, Ерболат Жақаш, 7-7 News.